Бүйтіп ашып көріп жатырмын да. Барлығыңызға сәлем достар. Сіздермен бірге мен Шмадияр Жабайхан, және бұл Қарапайым Мастер каналы. Бүгінгі видеода мен сіздерге телефонға арналған сымсыз зарядтаудың түрлерін көрсететін боламын. Ең бірінші мен сіздерге сымсыз зарядтаудың арзан түрлерін көрсететін боламын. Қорғанышы және ішінде қағаздар болады. Наклейка. Бұл жерде сіздер қалай қолдану керек екенін көре аласыз. Заттың өзіне келетін болсақ, өте кішігірім және керемет көрінеді. Ішінде өзінің арнайы USB-мен келеді. Сапасы жақсы, ұзындығы да жақсы. Біз бұл USB-ді дәл осы затқа жалғап және қоса аламыз. Ал мына жерінде сіздер бұл заттың процентін, яғни зарядтау күшін көре аласыздар. Және де мен тексеріп көрейін, iPhone телефон және AirPods. Осы заттарды қойып көрейік. Алдымен iPhone телефон қояйық. Алды. Жақсы. Сосын AirPods. AirPods'ты да алады. Ұялы телефонды аласыздар. Жай ғана үстіне қойсаңыздар. Міне дайын. Менің ойымша қолдануға тұрарлық және пайдасы да өте керемет. Екінші кезекте жаңағы бірінші құрылғыға қарағанда кішкене қымбаттау және ыңғайлылау түрі. Бұған да сіздер шыны жалғауларыңыз керек болады. Және бұлай астынан өтеді. Сосын жалғасы. Мына жерде индикатор көрінді. Бұлайша көзбен қарағанда өте әдемі көрінеді. Үйге қойып қойған кезде. Ал бұның енді қалай қаншалықты тез, жылдам заряд беретін көрейік. Міне. Оңай. Және кішкене қисық қойып көрейік, қалай болады. Бұл біріншісіне қарағанда жылдамырақ. Бағасы негізі 2 есе қымбат және көрінісі де әдемі, ыңғайлы, зарядты қабылдау да кішкене жылдамырақ. Бұл көрініп тұр, AirPods'қа келмейді, себебі қойып көре салайық сонда да. Жанды ма? Негізі ортасында болады. Жанбады. AirPods'қа болмайды әрине, ал Samsung'қа кейбір Samsung'тардың дәл осындай артында сымсыз зарядтауға арналған құрылғы орнатылмаған. Сол себепті бұл Samsung'ты зарядтауға мүмкіндігі жоқ. Көрініс жағынан салыстырсаңыздар, мынау кішігірім және ұялы телефонды жай ғана бұлай қойып қоясыздар. Ал екіншісін алатын болсақ, ұялы телефон қарап тұрады және кішкене өздеріңізге де көрініп тұрады. Бұл қолайлылау біріншісіне қарағанда. Және бағасы да кішкене қымбат. Бағасына тұрарлық десем де болады. Ал енді үшінші зарядтау құрылғысын көрейік. Сыртында орысша және қазақша атауы берілген Samsung компаниясы шығарылған. Бұлайша қорабы жақсы қоршалған. Сыртынан ақ көруге болады. Жақсы сапайда екен. Ашатын болсақ, ішінде әрине нұсқаулық, Samsung деген жазылған кішкене кітапшасы. Және өзімен әрине зарядтау шнуры. Сыртқы келбетіне келетін болсақ, мына жерінде жай ғана бір кнопка, астында осындай жазу өзінің заттың. Сырты пластмасс, көрінісі әдемі. Ал ішіне келетін болсақ, іші екі жерінде кішкене жарық жанатын бөліктері бар.
Енді сіздерге қысқаша бұл заттың ерекшелігін айтып кетейін. Сіздер ұялы телефонды ішіне салып қоясыздар, бір жақтан келген кезде қолдарыңызды жуасыздар, кейін сіздер қолдарыңызды жуып болам дегенше 10 минут уақыт ішінде бұл телефон және басқа да күнделікті қолданатын заттарыңыздағы вирустарды азайтатын болады. Ең бастысы сыртқа шашатын ешқандай зияны жоқ. Ұялы телефонды да қорғайды және өздеріңіздің кез келген заттарыңызды да вирустан тазартады. Бұған тіпті өздеріңіздің кілттеріңіз болады, немесе маска, барлығын салып 10 минут ішінде вирустан тазартып қоятын болады. Ал енді әрине қосып көрейік. Жай ғана кнопканы басамыз. Және ұялы телефонды саламыз. Байқасаңыздар, ішінде көк жарық жанып тұр. Себебі бұл телефондағы вирустарды өлтірумен және қуаттандырумен жұмыс жасап жатыр деген сөз. Әрине біз тағы AirPods-ты тексеріп көрейік. Оңай заряд алады. Жұмыстан келдіңіздер және ұялы телефонды қойдыңыздар. Заряд алып тұр. Екінші, өздеріңіз наушниктеріңіз және қосымша кілт немесе осындай қолданыста жүретін заттарыңызды салып қоясыздар. Себебі сіздер жолда жүргенде әр затты ұстайсыздар, сол себепті вирус бүкіл затта болады. Әсіресе осындай күнделікті қолданатын заттарда. Бәрін салып жауып, индикатор бір бассаңыздар қосылды. Және 10 минутта бұлардың бәрі вирустан айығатын болады. Менің ойымша бұл өте керемет және ыңғайлы десем де болады. Қазіргі вирустың кезінде өздеріңіз заттарыңызды қорғай аласыздар. Сол себепті сіздерге осы затты алуды кеңес беремін. Және соңғы сіздерге дәл осындай ең қымбат және крутой десек те болады, керемет түрін көрсететін боламын. Сыртқы көрінісі, яғни мынандай керемет дизайнда колонка орнатылған. Ешқандай шыны жоқ. Жай ғана қоя саласыздар. Ал мына жерде әрине өз ұялы телефондарыңыз қойып зарядтайсыздар. Және осындай біз жалғай жіберейік. Бұл құрылғының қосылғанын мына жерде жарық арқылы көре аламыз. Яғни жалғаған кезде жанады. Қатты емес, кішкене видеоға көрінбеуі мүмкін. Ал зарядтауға келетін болсақ, керемет. Және Bluetooth музыкаға қоссаңыздар болады. Бұның сапасын тексеріп көрейік. Бұл колонканы бөлек алған кезде артында AUX және тағы да зарядтау жалғанатын және қосып өшіретін батырмасы бар. Мына жерінде бұл колонкада да кішкене қызыл индикатор жанып тұр. Яғни Bluetooth қосылды деген сөз. Көрші. Bluetooth connected. Қосылды. Енді сапасын тексеріп көрейік. Барынша қойған ма? Бұл арзан көрінбейді, әрине керемет бағасына сай деп айта аламын мен. Себебі кәдімгі не екен, бит дейтін бе, тік ұрады, не деп айтатын еді? Көрінгенде бір колонка емес секілді көрінеді, сырты шыны. Мына жерде жай ғана колонка тұр, бұл қалай екенін түсініксіз, мықты технологиямен жасалған. Ұялы телефонды қоясыздар, мына жерден YouTube немесе қалаған видеоларыңызды қосып, Bluetooth қосып, мына жерден колонкадан керемет өздеріңізге ыңғайлы әсер ала аласыздар. Шамамен бұл құрылғының бағасы әрине қымбатырақ, 37.000 теңге шамасында тұрады. Бірақ сіздерге айтайын, бағасына тұрарлық құрылғы. Әрине колонкасы өте жақсы сапада, оған қоса ұялы телефонды зарядтау да жақсы сапада. Кемшіліктерін айтатын болсам, тоқтан ажыратқан кезде заряд бермейді екен. Әрине бұл барлық сымсыз зарядтаулар осындай негізінде. Осы шнур арқылы жалғанатын болады. Қош, мен білмеппін, бұл бөлекте дауыс естіле береді екен. Бұл тіптен керемет. Қарасаңыздаршы қалай көрінеді. Ұялы телефон тұр, мынау бөлек алып жүрсіздер. Егер заряд таусылатын болса, қойып қоя саласыздар. Кәдімгі қолда ұстап тұрғанның өзінде музыка шығып жатқанда мынау дірілдейді.
Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Және де келесі видеода да мен өте қызықты контенттер түсіретін боламын. Бізге дәл осы құрылғыларды сіздерге көрсету үшін мүмкіндік берген Mobile Shop дүкеніне өз алғысымды білдіремін. Және осы заттарды сіздер алғыларыңыз келсе, мен дәл осы Mobile Shop дүкенінің сілтемесін видеоның астына қалдырамын. Бұл заттарды Қазақстанның кез келген жеріне сіздерге жеткізіп бере алады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Болды.